16 жасқа толған балаларға арналған. Асқан қатыгездік, естіген елді шошытып, астапрала дегізген жан түршігерлік оқиғаға қатысты сот процесі басталды. Естеріңізге салайық, былтыр қазан айында Тасбөгетте жап-жас жігіт қызғаныштан сүйіктісін бауыздап, оның басын бөгеттің маңына лақтырып тастапты деген алып қашпа әңгімелер дүйім жұртты дүрліктірген еді. Желдей ескен осы жайтке қатысты облыстың қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында куәгерлер мен марқұмның туыстарынан жауаптар алынуда. Алайда атышулы іс негізгі кейіпкерсіз өтіп жатыр. Себебін айтамыз. Армағайын эфирде заң сөйлейді. Бүгін көретіндеріңіз ақыл есінен адасты ма, әлде ессіз ғашықтықты ашу дұшпан жеңді ме? 27 жастағы мұғалімге сүйіктісінің басын кесіп алды деген ауыр айып тағылуда. Тасбөгет кентінде болған сұмдық оқиғаға қатысты ашық сот отырысы басталды. Соңының бас бөлігін денесінің мойнынан тұсынан аса қатты кесіппен бауыздау арқылы кесіп алып, шамамен 10 метр қашықтыққа лақтырып, қылмыс ісін жасырған. Сұмдық істен шындықты қылдай суырып, адам тағдырын таразылауда судьяға ой мен бойдың сергектігі керек. Сыр сұхбат. Қателік жібермеу қажет. Себебі бұл техника емес, немесе бір сауда-саттық емес. Бұл адамның өмірі, адамның тағдыры. 7 әйел алған қала тұрғыны билер кеңесінің ақылына тоқтай ма? Ажырасам деп келген ерлі зайыптылардың қайта табысуына кім және не себеп болды? Сонымен өңірімізде атышулы процесс басталды. Оқыған-тоқыған, педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыруда алдына жан салмай жүрген мұғалімге ауылдасының, яғни сөз салып жүрген қызының басын кесіп алды деген ауыр айып тағылуда. Ал өзегін өксік буған ана үлбіреген қызының қалыңдық көйлегін емес, ақ кебін кигеніне қапаланады. Қапияда өрісінен айырылып, қан жұтып отыр. Алайда бас сот талқылауына күдіктінің өзі алдырылған жоқ. Өз-өзіне қол салып, тамырын кескенімен ажал тырнағына ілікпей аман қалған жігіт науқасына байланысты жазадан да құтылып кетуі мүмкін. Ешкімге шарт етпеді. Сосын скорый келді, не болса да дедім да, скорыйдың водителіне жүріп барды. Не болса да бұл қарапайым адам, аға, сіз ба жаңа келгендігім, я деді, айтыңызшы дедім, бұл сасқанда жоқ, қыздың басы тұрмады деді. 21 жасында кісі қолынан қаза болған Назерке Бекжанованың жан түршігерлік өліміне қатысты қылмыстық іс ақыры сотқа жетті. Сұмдық оқиғаның жай-жапсары естігеннің төбе құйқасын шымырлатады. Сот залына келіп отырған марқұмның ет жақындары үнсіз егіліп, айтуға ауыз бармайтын айуандық туралы тырп етпей тыңдауға мәжбүр. Өйткені мемлекеттік айыптаушы қылмыстың барысын бастан аяқ баяндауда. Болмашы нәрсе, қызғаныштан туындаған жанжалдың ақыры орны толмас қайғыға әкеп соқтырған. Әлеуметтік желісіне басқа жігітпен SMS хабарламалар арқылы сөйлеп жүрген көріп қалған. Бекеніп, ашуға болғып, Назеркені қасағына өлтіру туралы қылмыстық пиғылы туындап, өзінің ойына алған қылмыстық пиғылын жүзеге асыру мақсатында сол күні тұрмыстық жағдайға сатып алған асқана пышағын сол қолына алып, қаруланып, басқарында автокөліктің алдыңғы жолаушы орындығында отырған Бекенінің шашынан оң қолымен өзіне қарай тартып, сол қолда асқана пышағымен Бекжанованың құрсақ қуысына 3 рет тығып, пышақтың жүзі, бауыр, тоқ, ішек зақымданып, артынша Бекенов соңының бас бөлігін денесінің мойнынан тұсынан аса қатты кесіппен бауыздау арқылы кесіп алып, аталған жерден шығыс жақ бетке қарай орналасқан бөгеттің арғы жақ бетіне қарай шамамен 10 метр қашықтыққа лақтырып, қылмыс ізін жасырған. Айыптау нұсқасы бойынша күдікті мұнан соң өзінің сол қолының тамырын кесіп, 3 мәрте пышақ сұғып, өз денсаулығына да ауыр зиян келтірген. Жансақтау бөліміне түскен ол ұзаққа созылған ем-домның нәтижесінде тірі қалды. Алайда күдікті сот залына алдырылған жоқ. Ақыл есі дұрыс емес көрінеді.
мемлекеттік айыптаушы күдіктіге медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын қолдануды сұрап отыр. Айта кету керек, сәуірдің 12-сінде күдіктіге қатысты күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы өзгеріп, оны Алматы облысындағы жіті бақыланатын мамандандырылған үлгідегі республикалық психиатриялық ауруханасына орналастыру жөнінде шешім қабылданған. Оның психикалық бұзылысының нақтыланбаған шизофрения дәрежесі айтарлықтай айқын болуына байланысты қылмыс жасалған кезде өзінің іс-әрекетінің іс жүзінде сипаты мен қоғамдық қауіптілігін ұғына алмады. Ешқандай да меніме сыймайды, менің анадайға пышақты сатып алып, анадайға жауыздықпен өлтіріп, 500 метр қашықтыққа алып кетіп, оның басын кесіп, 10 метр қашықтыққа апарып тастау дегенде, менің ешқандай да менің миыме сыймайды. Адам жүретін қызы болса, неге алып қашпайды, неге ол сөйлеспейді, ешқашанда менің қызым үйленбек деп айтқан емес. Осылайша қанды оқиға былтыр қазанның 10 күні болған. Тасбөгет кентіндегі бөгет тұсында Nexia автокөлігінен қансыраған жігіт пен қан жоса болған қыздың мәйіті табылғанды. Оларды ең бірінші көріп, полиция мен жедел жәрдемді шақыртқан мына азамат. Алдыма жолаушы отыратын немесінде орындығында қыз жатыр екен, арт жағында жаңа жігіт отыр екен, ес-түссіз уже мойны жатыр. Сосын мен резко беру 103-ке звондадым, сосын 102-ке звондадым. Жалпы куәгерлердің айтуынша, күдікті екі кештің арасында бірнеше адамға телефон шалып қоштасқан. Олардың оқиға орнын жаңылыспай тауып келуіне сол себеп. Өз-өзіне қосалып задым, қош болса ол деп, мен қоштасып мен ойладым, аварияға түсімалым не болып, түсінбей жатырмын. Қалай сипат өткеріш болсын? Енді кішкентай кезімнен күрескен жолдас болған ғой. Жақсы жігіт. Барған кезде сонада менттер жүрген, сонада үй тұрғындап жүрген. Кезек күдіктінің заңды өкіліне келді. Оның жауабы бойынша ішкілікке салынып бара жатқан інісін осы оқиғадан сәл ертерек қазақы емге апарып, киелі орынға түнеткен. Себебі спирттік ішімдік ішсе, ешкімге бой бермей кететін дейді. Бұл мінезін күдікті Назеркенің отбасына бірнеше мәрте көрсетіп үлгеріпті. Қыз бен жігіттің қарым-қатынасына кедергі болғанда осы жайт секілді. Ішкен кезде мен де тыңдамай кетеді. Зорға дегенде өйтіп ұстап қалып, ауылға келген сөз түршілде отырады жүреді. Сен бірінге бірдеңе демеші. Наркологический ошаққа жастарын емделу несіне алып, 20 мыңға ма ақша беріп, ананы укол салады екен, ішкізбейтін, сосын 3 жылға ма 4 жылға ма соған гарантияне емдеттім мен бала. Біртүрлі бір баланың мінезі бар. Үйге келеді, неше түрлі қылықтар айтып, телефонға неше түрлі сообщениелер жазады. Просто ішіп алып, аяқ киімі де жоқ, даже алдында келгенде жазда келгенде. 24-ші шілдеде келіп, саған сол кездері түнімен құрсыншы менің ойымша, ертең менің қызым жарасып кетіп жатса, сенің шешең сөйтіп айтты деген болмасын деп, мен ертеңіне күндізге де участковый шақырарым. Осылайша алғашқы ашық сот отырысында куәлар мен қыз бен жігіттің ет жақындарының жауаптары тыңдалды. Ең сорақысы, бұл оқиғадан соң сүтті үйған ауылдан береке кетті. Өйткені бір ауылдың сыйласып жүрген тумалары бір-біріне қарсы тарап ретінде келіп отыр. Және бір мәселе, жәбірленуші тарап күдіктің ақыл есінде ауытқу болғанына күмәндануда. Сондықтан алдағы процеске психиатриялық сараптама жасаған маманды алдыртуды сұрады. Атпалдай азамат расымен ақыл есінен адасты ма? Әлде ессіз ғашықтықты ашу дұшпан жеңді ме? Бұл істің ақ қарасын ажыратып, қарағылды қақ жару сот төрағасы Асхат Сабыровқа жүктеліп отыр. Жәбірленушілердің айтуынша, қылмыс жасалған сәтте күдіктінің ішімдік ішпегені белгілі. Келесі сот отырысы мамырдың 21-іне белгіленді. Сабыр еткенге Алланың қайтарар сыйы қисапсыз. Шыны керек, ұрыс керіс, дау жанжал, қылмыс осы ашу-ызадан сабыр сақтай алмағаннан болады. Енеше бар мұсылман ғибадат ететін қасиетті ораза айы жамандық атаулыдан қалқан болсыншы. Алланың адамзатқа парыз еткенде сол емес пе? Адамгершілікті арттыру, рухани тазарып, күйбең тірлікпен қатайып бара жатқан жүректі жұмсарту. Қатаю дегеннен шығады. Бір қарағанда судьялардың әлгіндей ауыр процестерге еті үйреніп кеткендей көрінеді. Алайда жүйке тоздырар істер бойынша оларды сыр сұхбатқа тартып, жан дүниесіне үңілген сайын жүректің суаты ақыл,
нұры иман екеніне көз жеткізіп келеміз. Біздің келесі кейіпкеріміз мамандандырылған әкімшілік сотының төрағасы Мейрамбек Ибрашев. Ұлығайдың шарапатын алуды мақсұт етіп, ауыз бекітіпті. Ал хабарымызға эксклюзивті кадр сыйлау үшін бойдағы стресстен арылудың жолын көрсетті. Суда балықша жүзетін судьяның сыр сұхбаты. Жүрекке қатты әсер етеді, жүйкеге қатты әсер етеді. Жұрттар біздің сыртымыздан қарап ойлайды шығар, галстук тағып, костюм шалбар киіп, шіреніп жүргенге осы оңай жұмыс па деп, өте қиын жұмыс. Мен ойлаймын, мына құқық қорғау органдарының ішіндегі ең шешім қабылдайтын, адамның тағдырына нүкте қоятын сот системасы, судья ол жағы. Яғни бар ауырлық судьяға түседі. Тергеу органдары өзінің тергеу жұмыстарын атқарады. Прокурор өзінің айыптау қорытындысын бекітеді. Осынша берілу керек, осынша қамалу керек, немесе тағы сияқты өзінің. Барлық өлшем, барлық сатысын зерттеп, зерделеп, оған шешім шығаратын сот, судья. Сондықтан бар ауыртпалық судьяда. Қиын жұмыс, әрине. Бірақ енді осы мамандық таңдағаннан кейін барын заңымен атқаруға осы 22 жылдың көлемінде атқарып келе жатырмыз. Ауыр қолыма іс түсті Тереңөзекте. Бір совхоздың балалары төбелескен. Түнде төбелестен кейін бір балаға айырымен шаншып өлтіріп қойған. Төбелестен. Ауыл екіге бөлінген. Іс маған түсті. Мен жас судьямын. Өте ауыр қарау. Бұрын соңды ондай көрсем бекен, бұрын соңды. Көрмегенім ондай. Бір бала өліп тұр, екінші баланың тағдыры шешілейін деп тұр. Олар бірге жүрген балалар. Енді араларында сондай болды. Қазір менің 20 жылдың көлеміндегі 20 жыл бұрынғы істі ойыма түсіріп отырмын қазір. Екі ауыл екіге бөлініп, қатты күйзелісте, бірін-бірімен ұрыс, керіс, сот залында лық халық. Барлығы маған қарап отыр енді. Мен жас судьямын, шешім қабылдауым керек. Бір қарадым, екі қарайым, сыртта ұрыс төбелес. Халықтар енді бір жерге бас қосылып, жиналуға келгеннен кейін сондай болады ғой. Сол іс маған өте ауыр тиді. Бірінші қараған ісім сол. Шешім қабылдадым. Кейін ол заңды өзінің бағасын берді, облыстық инстанциялар жоғарылар. Заңды күшінде қалды. Өзінің жазасын алды, әрине. Себебі ол кездері, ең бірінші іс түстеген сұрағыңыз дұрыс айтасыз. Қазіргі жас судьялар келіп жатыр ғой бізге. Жас судьяларға қазір категория қояды. Категория. Мысалы айтады, мына жеңіл іс қарайды, 1 жылдан 3 жылға дейінгі өзінің категориясы бар, 3 жылдан 5 жылға дейінгі категориясы бар. Жеңілдеу қазір бұларға. А біздің кезімізде ондай болған жоқ. Бардың ба, болды, судьясың ба, болды ма, қарайсың. Сенің жылыңа, бұрын қаяқта істедің, ондай санат жоқты. Ал қазір бар. 1 жылдан 3 жылға дейінгі өзінің санаты бар, категория жеңіл істер қарайды. Қазір істердің мына санаты дейміз, ол категориясы өте көп, ауыр істер өте көп. Және мына істерді мамандандырылғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Себебі 2000 жылдың басынан бастап, сол жылдары Қазақстан Республикасы Судьялар одағының бір съезінің делегаты болдым. Сол кезде президент осы сот жүйесін мамандандыру жөнінде бағдарлама ұсынды. Сол кезде бекітілді бағдарлама. Сол кезде біз таңғалатынбыз, қалай болады деп. Яғни болды ғой соның бәрі. Мысалы экономикалық сот бөлек, әкімшілік сот бөлек, қылмыстық сот бөлек деген сияқты. Ол дұрыс деп ойлаймын. Ұқыптылық қажет біздің мамандыққа. Мен ойлаймын, сабырлық, ұқыптылық. Себебі келген істі уақытылы дайындау деген болады бізде. Әр істің өзі дайындау мерзімі болады. Сол дайындау мерзіміне судья қалай дайындалса, яғни ары қарай қарауына өте нәтижелі, дұрыс, заңды, әділ шешім қабылдауына сол бастапқы дайындық жұмысын жақсы жүргізу қажет деп ойлаймын. Судьялық қызметіме осы тұрғанда 22 жылдың көлемінде ол 97 жылдан бастап жұмыстағы барлық күйзеліс немесе бір ауыртпалықтардың барлық судьяларда бар деп ойлаймын.
жүрегі ауырмайтын судья жоқ шығар. Барлығы да істі қараған уақытта бар ынтасымен, іспен танысқан уақытта да өзі бір бейжай адам болмайды ғой. Үйге келгеннен кейінгі негізгі бұл кішкене күйзелісті ұмыттыратын осы отбасымыз. Жеңшең, қолымда кішкентай балам бар. Бұл кенжетайымыздың өзі қазір 8-ші класс оқиды, волейболға қатысады. Осылармен еріп, кезінде менімен еріп волейбол үйреніп жүретін еді, қазір маған үйрететін болды. Қазір өзім хоббиім деймін, спорт, серуендеу және бассейн. Осы мамандық таңдағаннан кейін адал болуға тиіспін. Қателік жібермеу қажет. Себебі бұл техника емес, немесе бір сауда-саттық емес. Бұл адамның өмірі, адамның тағдыры. Жоғарғы соттың татуласу сотқа дейін сотта жобасы аясында аймағымызда билер кеңесі құрылғанды. Құрамында 7 ақсақал бар кеңестің алғашқы отырысында ерлі зайыптылар арасындағы өршіп тұрған дау сотсыз ақ шешіліп, би көкелер шаңырақтың шайқалмауына сеп болды. Үйдегі ұрыс керістен жүйкесі жұқарып, шыдамы таусылған әйел билер кеңесіне жүгінді. Өзі жұмыссыз, жұбайының 7-ші әйел екенін айтады. Араларында 2 баласы бар. Отбасының құтын қашырған сол қуарақ. Ащы судан аузы құрғамайтын отағасының әрекеттерінен мезі болғаны соншалық ажырасу жөнінде сотқа арызданған. Сот билердің ақылын тыңдап көруге кеңес беріпті. Енді міне шекісіп қалған ерлі зайыпты кеңес мүшелері алдында ағынан жарылуда. Соны мақтанып айтады, кісі болады. Мен 7 қатын алғанмын. Керек, ажырасам тағы 10. Қала тұрғыны вақтылық әдіспен жұмыс істейді. Яғни жұмыс орнында 2 апта сау жүреді. Бірақ қалаға келісімен баяғы әдетіне қайта басады. Болды, соңғырып деп өткенде ғана осы 4 ай бұрын 5-ші ай. Сол кезде кешірімдерге, енді аямай болдық деген. Билер кеңесі 2 тараптың да сөзін мұқият тыңдады. Шаңырақтың шырқын бұзған ер азаматқа ақыл кеңестерін айтып, ішімдіктен арылмаса отбасынан айырылатынын түсіндірді. Ең жақын әйелімен сол 2 бала. Сен солармен ертең қартайып, содан бірге жақсы болсаң жақсы, соттың өмірге 2 бала келтірдің. Енді арақпен қоштасу керек қой. Әйелі күйеуінің сөзінде тұратынына сене қоймады. Дей тұрғанмен, ішімдік ішпесе бұл кісіден артық ер азамат, одан артық әке жоқ екенін айтып қалды. Бір жолға кешір. Балдар үшін сөйтіп бір кешірім. Балдар үшін не істейсіңдер сен? Бір рет емес, бір рет емес. Өзім өлтіргенмен, ол өлтіргенмен айда сотталып кетерім. Сол үшін мен бөліп кетейінші деп сөйшкен өзі. Енді өлемді мен оқытады ғой. Бич осы арақ. Оның бір біздің атамыздың асы ма? Не ол өзі? Ақшесін енді. Қалай қоясың, соны айтшы бізге. Енді мен оны бақсыда шытайын ғой, соған өзі төзеп берем, өзім шытайын. Әзәзіл арақтың кесірінен елімізде қаншама шаңырақ шайқалып жатыр. Абырой болғанда бұл жолы билер ажырасқалы тұрған ерлі зайыптыларды қайта татуластырды. Адам болып жаратылғаннан бері бұл мәселе мынау бір ауыз сөзбен айт, бір ауыз сөзбен шешілмеген мәселе. Келіншегі жылағанда тіпті қоярға жаны табылмады. Күйеуі енді мен қоям деп ол жалынып жатыр. Екеуі еңістен жылап, 2 бала жетім қалмау керек деп, сондай неде кетті осы жерден. Тоқтам. Енді ол қаншалықты біздің айтқан сөзіміз іске асады. Ем болады оған. Ертең арақ ішіп жүрген адам бүгін қойдым деп, ертең қайттан бастап кетуі мүмкін. Бірақ та бір парызымыздан құтылып отырмыз біз, азаматтық. Билердің алғашқы отырысында жалпы 4 арыз шағым қаралды. Бірі жер телімін рәсімдеудегі заңдылықтарды сұраса, енді бірі танысына несие алып беріп, алданып қалғанын айтып кеңес сұрады. Жалпы алдағы уақытта билер кеңесі айына 2 рет арыздар бойынша жұмыс істейтін болады. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі, іштегі кірді қашырса, адамның хикмет кеудесі. Заң сөйлейді хабарының бүгінге айтар тобықтай түйіні осы. Келесі сенбіде амандықта жүздескенше, бітімі бар ел, бүтін.